анықталған интегралдың қолданылуына берілген есеп бізде мынандай 4 сызық берілген. Осы 4 сызықпен шектелген фигураның ауданын табу керек. Бұл 4 сызықты біз сызатын болсақ, онда графиктен бізге міне мынау штрихталған бөліктің ауданын табу керек. Бұл есепті шешу үшін біз интегралды пайдаланамыз. Аудан тең болады модуль интеграл 1-ден 3-ке дейін және осы екі функцияның айырмасы 2х квадрат минус 8х плюс 10 алынған х квадрат бөлінген 2 алынған 2х алынған 1 dx. Осы екі функцияның айырмасының 1-ден 3-ке дейінгі аралығындағы интегралының модулін естеміз аламыз. Енді біз әзірше модульсіз есептеп көрейік, бұл интеграл неге тең болатын. 1-ден 3-ке дейінгі интеграл. Жақшаны ашып 1-ден азайтатын болсақ, 2х квадраттан 2-ден 1х квадратты алатын болсақ, 1,5 х квадрат болады. 2-ден жарты х квадратты алатын болсақ. Арғай минус 8х алынған минус 2х. Мынау алынған минус 2х плюс 2х болып кетеді, ол минус 8х-ке қосылған кезде минус 6х болады. Арғай плюс 10 алынған минус 1. Ол плюс 11 болады. dx. Енді осы интегралды есептейміз. Әр қосылғыштың алғашқы функцияларын табамыз. 1,5 х квадраттың алғашқы функциясы 1,5 х куб бөлінген 3 минус 6х квадрат бөлінген 2 плюс 11х 1-ден 3-ке дейін тең. 1,5-ті 3-ке бөлсек 0,5 х куб минус 3х квадрат плюс 11х деп бірінші ықшамдап алайық. Тең. Енді 3-ті қоямыз. 0,5-ті көбейтеміз 3-тің кубына. Минус 3 көбейтілген 3-тің квадраты қосылған 11 көбейтілген 3. Азайтамыз. Енді х-тің орнына 1-лерді қойып шығамыз. Екеуін бөлек-бөлек жақшаға алып жазайық, ыңғайлы болу үшін. 0,5 көбейтілген 1-дің кубы 1 болады. Алынған 3 көбейтілген 1-дің квадраты 1 болады. Плюс 11 көбейтілген 1, 11-дің өзі болады. Тең. 0,5 көбейтілген 27, алынған 27, плюс 33, минус 0,5. Мына екеуі 8-ді бет, минус 8. Енді осыны арғы арифметикалық амалды орындаймыз. Бүтін сандарды бірінші қосылайық. Минус 27 қосылған 33 6-ға тең. 6-дан 8 алсақ, минус 2 болады. 27 0,5-тен 1 0,5 алатын болсақ, 26 0,5 болады. Минус 2, 0,5-ке көбейту үшін 2-ке бөле саламыз. Минус 13. Таңбасы плюс болады екен. Бұл тең болады 11-ге. Сонымен біздегі ізденімді аудан 11-ге тең болады. 11-дің модулі бәрібір 11-ге тең. S тең модуль. 11 ол 11-ге тең. Жауабы 11. Келесі екінші есепті қарастырайық. Екінші есепте бізде екі функция берілген, осы екі функциямен шектелген фигураның ауданын тап дейді. Бұл екі функцияны біз графигін салатын болсақ, біреуі түзу, екіншісі жоғары тармақталған парабола болады.
Сонда біз осы екі фигураның арасындағы, осы екі сызықтың арасындағы фигураның ауданын табуымыз керек. Ол үшін біз ол екі қисықтың қиылысу нүктелерін табуымыз керек, мынау екеуін. Бұл қиылысу нүктелерін негізінде графиктен көрініп тұр, -1-де жеті болатындығын. Бірақ егер бізде график жоқ болса, онда не істейміз? Біз бұл екі функцияны бір-біріне теңестіреміз. X квадрат бөлінген 2 алынған 3x минус 2-ден 1 тең 3. Осы теңдеуді шешеміз. X квадрат бөлінген 2 минус 3x. 3-ті мына жаққа өткізсек минус болады, ол минус 3,2-ден 1 немесе 3,5 тең 0 деп жазсақ болады. Теңдіктің екі жағын 2-ге көбейтейік. X квадрат минус 6x минус 7 тең 0. Дискриминант. Негізінде вет теоремасын қолданса болады, бірақ біз дискриминант тауып шығара салайық. 36 плюс 28 тең 64. X1 6 қосылған 64-дің түбірі 8 бөлінген 2 14 бөлінген 2 тең 7. X2 тең 6 минус 8 бөлінген 2 тең минус 1 болады. Сонда біз мынау екі функциямен шектелген фигураның ауданын табу үшін екеуінің қиылыс нүктесін тауып алдық. 7 мен минус 1. Енді екеуінің айырмасын осы аралықта не істейміз? Интегралдаймыз. Сонда бірінші интегралды тауып алайық. Минус 1, 7. Бірінші функция x квадрат бөлінген 2 алынған 3x алынған 1 бөлінген 2. Аламыз екінші функция 3-ті. dx тең мына екеуі минус 3,5 береді. dx тең. Енді алғашқы функцияларын табамыз. X квадрат. Алғашқы функцияларын табатын болса, x куб бөлінген 3 мына 2 мен 6 болады. Минус 3x квадрат бөлінген 2 минус 3,5x. Осы өрнектің минус 1 мен 7 арасындағы өсім мүшесін табамыз. Бірінші 7-ні оямыз. 7-нің кубы бөлінген 6 минус 3 көбейтілген 7-нің квадраты бөлінген 2 минус 3,5 көбейтілген 7 алынған. Енді минус 1-ді қоямыз. Минус 1-дің 3 дәрежесі минус 1 бөлінген 6 алынған 3 көбейтілген минус 1-дің квадраты 1 болады. 3 көбейтілгенмен бәрі ешкім өзгермейді. 3-дің өзі минус 3,5 көбейтілген минус 1 плюс 3,5 болады. Тең. 7-нің кубы 49-ды 7-ге көбейтсек 280 қосылған 63 343 болады. Бөлінген 6 минус 49-ды 3-ге көбейтсек 147 бөлінген 2 алынған. 3,5-ті 7-ге көбейтсек немесе 7 бөлінген 2-ні 7-ге көбейтсек 49 бөлінген 2 болады. Минус. Мыналарды ортақ бөлім кетіп есептей салайық. Мынан алымен бөлімін 3-ге көбейтсек 6-дан 10 минус 6-дан 10 плюс 6-дан 10-ға тең болады. Минус 7 бөлінген 2 деп жазайық. Барлығын 6-ға келтірсек болады. Ортақ бөлімге. Бірінші мына екеуін ала салайық. Мынау 6-ларды мыналарды есептей алайық. Мына екеуін қосылайық. 353 бөлінген 6 алынған. 2 147-ге
49-ды қосатын болсақ, екеуінің таңбасы минус болғандықтан 196. 196-ға 7-ні қосатын болсақ, 203. 196. Так, 353 алынған 203. Алынған 203 көбейтілген 6. Көбейтілген 3. 6 тең. 353 минус. Бұл 609-ға тең болады. Бөлінген 6 тең. Арға есептейміз. 609-дан 353-ті алып тастаймыз. 6. Бірден берсек 5. 5-тен 3-ті алсақ 2. 256 минус таңбасымен бөлінген 6. Оны 2-ке қысқартатын болсақ, минус 128 бөлінген 3. Минус 128 бөлінген 3. Біз бұл жерде мынау интегралды не істедік? Есептедік. Жауабына біз осы интегралдың модулін істейміз аламыз. Сонда жауабы ізделінді аудан 128 бөлінген 3-ке тең. Келесі есеп. Келесі есепте бізде мынау екі функция берілген. Осы екі функциямен шектелген фигураның ауданын жерде табу керек. Біз екі функцияны бір-біріне теңестіріп көрейік. Минус x куб бөлінген 2 плюс 2x квадрат тең минус x квадрат плюс 4x плюс 3x квадрат минус 4x тең 0. Минус x-ті жақшаны сыртына шығаратын болсақ, мына жерде x квадрат бөлінген 2 плюс 3x минус 3x қосылған 4 тең 0. Мынандай екі өрнектің көбейтіндісін аламыз. Бұдан минус x тең 0, бұдан x тең 0 екен шығады бірінші шешім. Және екінші шешім табу үшін мынау квадрат теңдеуді не істейміз? Шешеміз. Бұл квадрат теңдеуді шешу үшін бірін 2-ке өшірейік. X квадрат минус 6x плюс 8 тең 0. Вет теоремасын пайдаланып теңдеуді табуға болады. X 2 бұл жерде 2-ке тең болады. X 3 бұл жерде 4-ке тең болады. Сонда бізде бұл екі түзудің, екі сызықтың, екі қисықтың қиылысу нүктелері үшеу екенін көріп тұрмыз. 0, 2 және 4. 0, 2 және 4. Егер графигін салатын болсақ, оны мына түрде көрсету болады. Енді бұндай жағдайда, егер график сызбай шығаратын болсақ, біз бүкіл интегралдайтын аралықты 2-ге бөлеміз. 0 мен 2-нің арасында бөлек, 2 мен 4-нің арасында бөлек не істейміз? Интегралдаймыз. Мына екі функцияның айырмасын. Сонда бізде бірінші интеграл 0 мен 2-нің арасында болады. Мына екі функцияны бірінен азайтайық. Минус x куб бөлінген 2 қосылған 2x квадраттан аламыз мынау функцияны, екінші функцияны, минус x квадрат плюс 4x. Минус x квадратымыз азайған кезде плюс x квадрат болады, плюс 4x'іміз азайтқан кезде минус 4x болады. dx. Бірінші осы функцияны, осы интегралды есептеп аламыз. 0-ден 2-ге дейін плюс 3x квадрат минус 4x dx тең. Алғашқы функцияларын табамыз. Минус x-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 болады. X кубтың алғашқы функциясы болып, мына 2 мен 8 болады. Плюс 3x квадраттың алғашқы функциясы x куб болады. Минус 4x-ның алғашқы функциясы минус 2x квадрат болады. Осының 0-ден 2-ге дейінгі өсімшесін табамыз. 2-ні қойып шығып бірден есептейтін болсақ, минус 2-нің 4 дәрежесі бізде 16-ны береді, 18-ге бөлсек 2, 2-нің кубы 8, алынған 2-нің
квадратын 2-ке бөлсек, ол да 8 болады. Алынған 0-ді қойып шығатын болсақ, мыналардың барлығы 0-ге тең болады. Сонда жауабы бұл жерде -2. Яғни 0 мен 2-ның арасындағы мынау бөліктің ауданы бізде -2-ның модуліне тең. Енді не істейміз? Осы интегралды 2 мен 4-дің арасында табамыз. 2 мен 4 аралығында табатын болсақ, бірден мына екі функцияның айырмасын ықшамдалған түрде жаза берейік. -x куб бөлінген 2 плюс 3x квадрат минус 4x dx. Бұның алғашқы функциясын біз жаңа тауып қойдық. Ол мынаған тең. Осыны 2-ден 4-ке дейін өсімшесін табамыз. Тең. 4 қоятын болсақ, минус 4-тің 4 дәрежесі 16-ның квадраты 256-ға тең болады. Бөлінген 8 минус 64, плюс 64 минус 16 көйтілген 2, 32. Алынған 2-ні қойып шығамыз. 2-ні қойған кезде, жаңа біз басында қойдық оны. 2-ні қойған кезде біз оның минус 2-ге тең болатындығын көрдік. Минус 2. 2-ні қойып шығатын болсақ. Тең. 256-ны 8-ге бөлеміз. 32 болады. Плюс 64 минус 32. Мына 2 минус плюс береді 2 болады. Минус 32 плюс 64 минус 32. Олар бәрі бір-бірін жойып 0-ге тең болып кетеді. Мына 2-ге тең болады. Сонда 2 интеграл бізде біреуі минус 2-ге тең болды. Біреуі плюс 2-ге тең болды. Ол екеуінің модулін қосатын болсақ, онда біз мынау 2 фигураның аудандарын қосындысын естеміз табамыз. Бізге ізденімді нәрсе осы еді. Сонда S тең 2 қосылған 2 тең 4. Жауабы 4. Келесі. 4-ші есепте бізде айналу денесінің көлемін табуға берілген есеп. Яғни, мынау фигураны OX өсімен айналдырғанда пайда болатын дененің көлемін тап дейді. Бұл фигураның жоғарғы бөлінің функциясы қисықтың төңкерген параболаның теңдеуі минус x квадрат плюс 1 y тең. Формуласы, айналу денесінің көлемін табу формуласы v тең π көйтілген интеграл a-дан b-ға дейін fx функциясының квадраты dx екенін білеміз. Осы формула не істейміз? Қоямыз. v тең интеграл a-дан b-ға дейін деп отқанымыз бізде минус 1 мен 1 нүктелері. Ол екеуін табу үшін біз мына екеуін теңестіріп не істей аламыз? Шығара аламыз. Минус x квадрат плюс 1 тең 0. Бұдан x квадрат тең 1. Бұдан x тең плюс минус 1. 2 мәні шығады. Яғни минус 1-ден плюс 1-ге дейін π көбейтеміз алдына. Және fx функциясы. fx функциясы ол мынау. Минус x квадрат қосылған 1-дің квадраты dx. Осы интегралды есептесек, біз ізденімді көлемді табамыз. π бірінші жақшаны ашып алайық. Минус 1-ден 1-ге дейін. Минус x квадраттың квадраты x-ның 4 дәрежесі. Алынған 2 еселенген x квадрат қосылған 1 dx. π көбейтілген алғашқы функциясын табамыз.
Енді 1-ді қойып шығамыз. Азайтамыз. Минус 1-ді қойып шығамыз. Бірінші жақшаның ішін есептеп алайық. Бірінші жақшаның ішін есептейтін болсақ, ортақ бөлімі 15, 3, алынған 10, қосылған 15, алынған. Екіншінің ортақ бөлімін келтіретін болсаңдар, мына жерде бүйтіп қарасақ, мынаның алдынан минусты шығарып жіберетін болсақ, плюс болады да, екінші жақшаның іші тура бірінші жақшаға тең болады. 15, 3 минус 10 плюс 15 тең пи көбейтілген 15. 18-ден 10-ды аламыз 8, қосылған 8 бөлінген 15, 16 пи бөлінген 15. Жауабы 16 пи бөлінген 15. Келесі. 5-ші есепте бізде мынау екі сызықпен шектелген фигураны OX өсі арқылы айналдырғанда шыққан дененің көлемін тап дейді. Бұл жерде жиі кететін қателік тура интегралдағыдай былай деп есептейді. Мынау жоғары функциядан төменгі функцияны алып тұрып, содан кейін барып квадраттап жаңа формулаға қойып жатады. Ол дұрыс емес. Бұл жерде әр фигураның, әр сызықтың көлемін бөлек, әр сызықтың траекториясы айналдырған кезде пайда болатын дененің көлемін бөлек тауып алып, содан кейін бір-бірінен азайтқан дұрыс. Немесе әрқайсысын жеке-жеке квадраттап, кейін барып айырмасының интегралын табу керек та. Сонда v тең v1 алынған v2 формуласын қолданайық. Мынау пайда болған фигураны былай еткен кезде сыртқысынан ішкінің көлемін не істеу керек? Алып тастау керек. Бірінші сыртқының көлемін табамыз, сосын барып ішкінің көлемін табамыз. Сыртқының көлемін табу үшін v1 тең. Сыртында бізде түзу тұр 2x квадрат. Екеуінің қиылысу нүктелері 0 мен 2 екені көрініп тұр. Немесе теңдеуді шешу арқылы оны табуға болады. X квадрат плюс 2 тең 2x плюс 2, x квадрат минус 2x тең 0, x минус 2 тең 0, бұдан x1 тең 0, x2 тең 2 деп шығарып аламыз. Және 0 мен 2-ның арасында интегралдаймыз. 0 мен 2-ның арасында бірінші функцияның квадратын dx. Осыны бірінші бөлек есептеп алайық. Пи 0-ден 2-ге дейін жақшашылығын квадратын алатын болсақ, 2-ның жақшасына шығарып жіберейік. 2-ның квадраты 4. Жақшадан ол 4 болып шығады. X қосылған 1 қалады. Жақшаның ішінде X қосылған 1-дің квадраты x квадрат плюс 2x плюс 1 dx. Оның алғашқы функциясын табамыз. X куб бөлінген 3 плюс x квадрат плюс x. Осын 0-ден 2-ге дейін өсімшесін анықтаймыз. 4π көбейтілген 2-ні қойып шықсақ, 8 бөлінген 3 плюс 4 плюс 2. Алынған 0. Оны есептемей қояйық. Тең. Жақшаның ішін есептейміз. Жақшаның ішін есептеу үшін мынау екеуі 6 болады. 6-ны 3-ге көбейтсек, 18, 18-ге 3-ті көбейтсек, 18-ге 8 қоссақ, 26 бөлінген 3, 26-ны 4-ке бөлсек, 104 бөлінген 3 пи. Бұл бізде біріншісі шықты v-ның. Енді екіншісін табамыз. v2 тең интеграл 0-ден 2-ге дейін x квадрат
плюс 2-нің квадратының dx алғашқы функциясы. Алдында пи бар. 0-ден 2-ге дейін. X квадрат плюс 2-нің квадраты. X-дің 4 дәрежесі плюс 4x квадрат плюс 4 dx болады. Тең. Алғашқы функциясын табамыз. X-дің 5 дәрежесі бөлінген 5 плюс 4x куб бөлінген 3 плюс 4x 0-ден 2-ге дейін өсімшесін. Енді 0-ді қойсақ қайттан 0 болып кетеді барлығы, сондықтан бірден 2-ні қойып шыға берейік. Пи көбейтілген 2-нің 5 дәрежесі 32 бөлінген 5, 3 дәрежесі 2-нің 8, 4 көбейтсек 32 бөлінген 3 плюс 8. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ақшаның ішінде ортақ бөлімі 15 болады. 3-ке көбейтсек 96 плюс 5-ке көбейтсек 160 плюс 8-ді 15-ке көбейтсек 120 тең 15. 120-ға 160 қоссақ 280, 280-ге 96 қоссақ 376. Енді біз осы екі көлемді бір-бірінен не істейміз? Алып тастаймыз. Сонда бізде v тең v1 минус v2, v1 бізде 104 бөлінген 3 пи болды, аламыз. v2 бізде 376 бөлінген 15 пи болды. Тең. Ортақ бөлім келтіру үшін мына бөлшектің алымы мен бөлімін 5-ке көбейтеміз. Мына жерде 520 болады. Минус 376 пи. Тең. 520-дан 376-ны не істейміз? Алып тастаймыз. 520 минус 376 тең 4, 4, 1. 144 болады. 144 бөлінген 15 пи. Қарап отырсақ 144 3-ке бөлінеді. Өйткені цифрлардың қосындысы 9. Яғни бұны 3-ке қысқартуға болады деген сөз. Өйткені бөлшектің бөлімі де 3-ке бөлінеді. Бөлшектің бөлімі 15-ті 3-ке бөлсек 5. 144-ті 3-ке бөлетін болсақ 150, 30, 2, 48. Қырық сегіз пи бөлінген 5. Жауабы 48 пи бөлінген 5 болады. Бұл екі теңгенің көлемі. Келесі алтыншы есеп. Алтыншы есепте бізде мынау екі функцияның графиктермен шектелген фигураны y тең минус 1 түзу арқылы айналдырған кезде пайда болған дененің несін табу керек? Көлемін табу керек. Графиктен біз көріп тұрмыз. Ол фигура менен мынау кішкентай штрихталған бөлік болады. Осыны біз y тең минус 1, яғни OX өсіне параллель түзудің бойымен не істеуіміз керек? Айналдыруымыз керек. Енді біз алдыңғы формуланы қолданатын болсақ, ол жерде бізде OX өсі бойымен айналдырған кезде пайда болатын дененің көлемі болады. Бұл жерде біз оны бірден қолдануымызға болмайды. Ол үшін біз мынау y тең минус 1 түзуін OX өсіне не істеуіміз керек? Келтіруіміз керек. Ол үшін біз бұл түзуді бір клетка жоғары не істеуіміз керек? Көтеруіміз керек. Ол кезде параллель тура осы мынау екі қисықты да біз не істейміз? Жоғарыға көтереміз. Мына екі функцияның графигінде бір клеткаға жоғары көтерсек, сол кезде біз OX өсімен айналдырған кезде пайда болатын дененің көлемін тапсақ болады. Ал
графиктерді бір клетка жоғары көтеру үшін біз бұларды бәрін бірге не істеуіміз шығуымыз керек, бірді қосып шығуымыз керек. Мынаған бірді қосып шығуымыз керек, мынаған бірді қосып шығуымыз керек, мынаған бірді қосып шығуымыз керек. Сонда бізде y тең тубырасында x плюс 2, y тең x квадрат плюс 2, және y тең 0, яғни ox өсі шығады. Енді барып біз не істейміз? Мынау екі сызықпен шектелген фигураның ox өсі бойынша айналдырған кезде пайда болған дененің көлемін табамыз. Алдыңғы есептегі, 5-ші есептегі әдісті қолданамыз. Жоғары орналасқан ол мынау фигура, мынау қисық сызық, төмен жақта орналасқан мынау қисық сызық болады. 0 мен 1-дің арасында қиылысу 0 мен 1 екеуін теңестіріп, қазір теңдеу шешетін болсақ, 0 және 1 деген 2 теңдеу шығады. 2 нүкте шығады. Енді V1 сонда π көбейтілген 0 мен 1-дің арасында тубырасында x плюс 2-ның квадраты dx, v2 бізде π 0 мен 1-дің арасында x квадрат қосылған 2-ның квадраты dx. Осы екі интегралды есептеп мәнін тауып, v1-ден v2-ны алсақ, бізде есептің жауабын аламыз. Енді біз v1-ді табайық. Тубырасында x плюс 2-ның квадратын бірден квадраттап ашатын болсақ, тубырасында x-ның квадраты x плюс 2-ның көбейтіндісінің 2 еселенгені 4 тубырасында x плюс 2-шінің квадраты 2-ның квадраты ол 4 dx болады. Тең алғашқы функциясын табайық осының. Өрнек жақшаның интегралының астындағы өрнектің x квадрат бөлінген 2 плюс 4. Тубырасында x дегеніміз ол x-тің 0,5 дәрежесі. 0,5-ке 1-ді қоссақ 1,5 дәрежесі болады. Бөлінген 0,5-ке 1-ді қоссамыз 1,5 плюс 4x. Осының 0 мен 1 аралығындағы өсімшесін естейміз табамыз. Тең π 1-ді қойып шығайық. 1-ді қоятын болсақ 2-ден 1 болады. Мына жерде 4 бөлінген 1,5 болады. Плюс 4. Алынған 0-ді қойып шығатын болсақ 0 болады. Арай 1 бөлінген 2. Мына бөлшектің алымы мен бөлімін 2-ге көбейтетін болсақ, плюс 8 бөлінген 3 плюс 4. Мынандай өрнек шығады. Бұл жерде ортақ бөлім 6-ға тең екендігі көрініп тұр. 6-ға келтіретін болсақ барлығын π көбейтілген. Мынаған 3-ден береміз, мынаған 2-ден береміз, мынаған 6-ның өзін көбейтеміз, сонда 24 болады, бөлінген 6. Тең 43 π бөлінген 6. V1 бізде шықты. Енді V2-ні табамыз. V2 бізде π көбейтілген интеграл 0 мен 1-дің арасы. 1-ден квадраттап жазайық. Бұл жерде x жоқ екен, мына жерде айтпақшы. X квадрат плюс 2-ның квадраты, x-ның 4 дәрежесі плюс 4x квадрат плюс 2-ның квадраты 4 dx. Алғашқы функциясын табамыз. π алғашқы функциясы x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5, 4x куб бөлінген 3 плюс 4x 0-ден 1-ге дейінгі өсімшесін. Тең π көбейтілген 1-ді қойып шықсақ плюс 4. Алынған 0-ді қойып шықсақ, барлығы 0 болады. Бізде осы мынау өрнектің мәнін естеу керек, есептеу керек. π ортақ бөлім 15. 3-тен береміз біріншісіне, минус екіншісіне 5-тен береміз. Плюс бұл жерде плюс болады. Плюс
Үшіншісіне 15-тен өзінен береміз. 15 түтіп өтсек 60. Сонда бізде 83 пи бөлінген 15 болады. Бұл V2. Енді V-ны табу үшін біз V1-ден V2-ні не істейміз? Аламыз. V1-іміз бізде 43 пи бөлінген 6-ға тең болды. V2-іміз бізде 83 пи бөлінген 15. Бұл екеуінің ортақ бөлімі, екеуі де 3-ке бөлінеді. Мына 3-ке бөлсек 5, мынаған береміз 30. Екеуінің ортақ бөлімі 30 болады. Мынаны 5-ке көбейтсек, 43 көбейтілген 5, 215 пи минус 83, 6-ны 5-ке көбейтсек, 83-ті 5-ке көбейтеміз. Жоқ. 2-ге көбейтуіміз керек. 83-ті 2-ге көбейтеміз, 166 пи. Тең. 215 алынған 166, 115 66, 105 56, 49. 49 пи бөлінген 30. Жауабы 49 пи бөлінген 30.